Сәлем, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Менің есімім Мақбота Абиевна, жасым 42-де, 5 баланың анасымын. Әрбір үйде, қараңыздаршы, осындай бір кішкентай ғана уголочек болады ғой. Бұл уголочекті біз аптечка деп айтамыз, иә? Менің аптечкам, мінекей біздің шай үстелімізде, міне асханамызда шай үстеліміздің бір бұрышында тұрады. Бұл жерде кәдімгі біздің пайдаланатын күнделікті өнімдеріміз, иә? Бұл біздің күйеуіміз екеуміздің пайдаланатын өнімдеріміз. Балаларымыздікі енді бөлек балаларымыздың полкасында тұр. Бұл жерде не бар? Қазір көрсетіп өтейін сіздерге. Бұл жерде білесіздер ме? Ешқандай аптеканың өнімдері жоқ. Бір қызығы, ал енді мен өзімді жақсы көретін әйел болғандықтан өзімнен бастайын. Менің жасым 42-де, сол себепті мен мынау терідегі коррекция фигуры дейді ғой, мынау после 40-тан кейін возрастное изменение деп беліміз бір жақта, бөксеміз бір жақта бәрі әйтеуір бірдей болып қалады ғой. Оказывается, ол возрастное изменение емес, просто біздің возрастымызға қарай біздің гормондарымыз дұрыс бөлінбейді, зат алмасу процесіміз дұрыс болмайды. Одан кейін қазіргі тамақ жеу, тамаққа байланысты, экологияға байланысты, және де 5 балалы ана болғандықтан, конечно, без стресса тоже нельзя. Осындай стресстерге байланысты бізде зат алмасу процесіміз дұрыс болмай, және де шлактар болады да бізде. И соның арқасында біздің клеткаларымыз, ағзамыз, яғни бұл да механизм ғой, механизмі бұзылады дағы, мысалы дұрыс жұмыс жасамайды. Содан кейін мынау мысалға автокөліктің механизмі бұзылған кезде не болады? Мысалға траит етеді деген сияқты да, бізде де сондай нәрселер болады екен ағзамызда. Мінекей сол себепті мен өзіме истоки чистоты деген өнімді алып ішемін. Бұл кәдімгідей өте керемет өнім. Бұл на клеточном уровне сіздің ағзаңызды тазалайды. Небәрі бағасы өте қолжетімді, 8300 теңге тұрады бір ай. Мысалға да бұл өте керемет, бетті де подтяжка жасайды, женский органды да подтяжка жасайды. Мынау вообще күшті, супер. Мынау қуықтағы, маткадағы қатып қалған қалдық ірің, мынау бәле батырдың бәрін түсіреді. Өте күшті, суперский өнім, өзіме қатты ұнайды. Мен бұмен қоса коррекция фигура жасау үшін Мінекей хронолонг деген өнімді ішем. Хронолонг бұл вообще суперский өнім. Бұл хронолонг жайында енді айта берсе әңгіме көп. Қыздардың кәдімгідей сексуалдық жағынан да өте жақсы көмектесіп жатқан қыздар бар. Бұл енді кәдімгі мынау климакс кезінде қыздарды өте жақсы ағзасын поддержка жасайды, иә, ауырсынбай климакстан өту, иә, қалыпты жағдайдағыдай. И одан кейін климакстың вообще жалпы негізі уақытысын ұзарту, яғни жастығыңды ұзарту, иә, қыздар әйелдерге арналған өнім, вообще енді супергенесині бар ішінде. Бұл на клеточном уровне мына өнім тазартып, подтяжка жасайтын болса, ал мына өнім на клеточном уровне сізді жасартады. И екеуі в комплексе вообще супер жұмыс жасайды. Мынау 9000 теңге тұрады қыздар. Мінекей 40-тан асқан қыздар, 50-ден асқан қыздар вообще на постоянный уровне алып ішуге болады. Кәдімгідей күнделікті тамақ ретінде, күнделікті ауа сияқты, су сияқты біздің ағзамызға өте қажетті өнімдер. Міне осы екеуі самый главный. Менің үйімнен үзілмейді бұл екеуі. Содан кейін, конечно, анда барамыз, мында барамыз, қонаққа барамыз, тәтті жегенді жақсы көреміз деген сияқты. Өзімнің тәбетімді тежеп, өзімді қинағанды жек көремін. Мен барлық нәрсені жей беремін спокойно, потому что менде егу шайы бар, күніне біреуін демдеп ішіп тұрам. Табиғи жолмен менің ағзама керек емес шлактардың бәрі шығып тұрады. Яғни тамақты қорықпай жей беруге болады, тәбетіңді тежемей, иә. Содан кейін мен кейде көп су ішіп қоямыз, иә, жидкость көп ішіп қоямыз, бауырымызға, бүйрегімізге жаңағы поддержка беру керек болады. Сол кезде мінекей осы Байкал шайының тоже мен осы дренаж шайын ішем, өте жақсы, бүйректі жақсы тазалайды, бүйректің жұмысын нығайтады, вообще суперский. Бұндай шайдың еще бауыр шайы да бар, иә. Шайдың енді түрлері көп. Енді менің өзім ішетін осы шайларым мынандай. Содан кейін енді әрине 5 балам бар, бесеуінің анау-мынау тірліктері бар, жұмысым бар деген сияқты. Память улучшать тоже надо. Мінекей памятке мен осы өнімді ішемін. Бұл кәдімгідей бас жаңағы мы клеткаларын жақсы жұмыс жасауын қамтамасыз етеді, потому что мы по-любому не молодеем, да. Сосын жүрек қан тамырларына, жалпы адамның ағзасының қан тамырларына эластичный болып, жақсы жұмыс жасауын, қанның қойылып кетпеуіне жақсы жұмыс жасайтын осы ликопин омега деген менің сүйікті өнімім, иә. Былай қарасаңыздар, аптекадан алып ішетін өнімдер, да. Но бірақ мен бұны эко магазиннен алам, иә. И одан кейін обязательно кальций мен D3-ді бірге ішу керек.
бұл кәдімгідей усваиваться ету үшін бірге түске дейін таңғы уақытта ішілетін өнімдер мінекей, иә. И жылына 2 рет өзімнің ағзамды антипаразитарлы программамен тазалап тұрам. Бұл енді біздің өтімізді тазартады. Көп қыздарда тамағы қыжылдау, артық салмақ, цирроз печени, одан кейін асқазаны дұрыс жұмыс жасамау деген сияқты, миома, киста, сосын жаңағыдай мастопатия. И еще, знаете, самый главный көп тараған қазіргі кезде әйелдердің ағзасында кандида, кандидоз деген, осы молочница деген, екінің бірі. Оның бәрі неден екенін білесіздер ма? Оның бәрі паразиттен. Сол паразитті, грибокты сіздің шек қарныңызда, асқазаныңызда, өтіңізде тұрған, содан құтылатын болсаңыз, мінекей мына өнім 16 күнде тазалап шығады. Соның бәрін өте керемет. Осының арқасында сіздер барлық осы мен айтқан, алдындағы айтқан проблемалардан құтыла аласыздар. Жылына 2 рет тазарынып отыру керек просто. Вот бұл менің өнімдерім. Көрдіңіздер ма, как я себя люблю? Как я себя люблю, да? Біз мысалы қараңыздар, жаңағы көйлек киеміз, бетімізге бояу жағамыз, әйтеуір шашымызды жасаймыз, кірпігімізді, қасымызды жасаймыз, тырнағымызды жасаймыз деген сияқты, аптасына бір рет барып, моншаға барып, өзімізге уход жасаған сияқтымыз ғой мысалға, да. Ал ішіңіз ше, ішіңізге үңілдіңіз ба? Ішіңіздегі әрбір органыңызды жасартқаңыз келмейді ма? Міне қараңызшы, мен мысалға осы өнім бәрін аптекадан да алуға болады, бірақ мен Сайберин Wellness дүкенінен, эко-магазиннен алам. И оған еще, мінекей, әрине мен азаматымның денсаулығы мені тоже уайымдатады. Мен күйеуіме ол кісі сигарет шегеді енді. Сол себепті легкое дыхание деген шай алып тұрам. Бұл жаңағы отхаркивать етеді. Енді сосын жаңағы дыханиясын жақсартады, и нау кеуде қуысына келетін вирустардан қорғайды. Постоянно ішеді осы шайды. И сосын EPAM 900 тоже мұрынға тамызамыз бұны көзге де тамызуға болады. Және де бұл жаңағы вирустардан қорғайды. Мінекей кеуде қуысынан, ауыз қуысынан келетін инфекциялардан қорғайды. Енді өйткені менің күйеуім көбінде көпшілікпен жүреді, сол себепті мінекей, сосын өте керемет мынандай күшті бокс бар. Менің сол күйеуімнің любимый бокстарының бірі Protection деген. Бұл кәдімгі вирус инфекциялардан қорғайды, содан кейін ер азаматтың кәдімгідей иммунитетін көтереді. Вообще суперский өнім. Мінекей мынандай 30 пакетик бар ішінде. Міне күнде бір пакетигін мен күйеуіме мынандай бәрін алып бермеймін, да. Наны қай кезде, қай кезде ішемін деп ол жынданады да. И мен оған стараюсь, бізде осындай мынандай коробкаларды жақтырмайтын адамдарға осындай өнімдер бар. Мысалы, женский красота, бьюти бокстар бар осындай, да. Сразу бір пакетті мысалға мен қалтасына салып жіберемін оны, да. Все, осы обед ішкен кезде қалтасын уже привычка уже қалтасына қарайды да, бүйтіп осыны алады да, ішіп алады, сумен болды. Сосын ер азаматтарға арналған комплекс бар осындай, мінекей. И одан кейін әйелдерге бьюти бокстар бар осындай. Вообще осындай да нелер бар, міне. Бокстар бар. Бұл енді менің күйеуімдікі. Мінекей біздің аптекамыз осындай керемет аптека. Ал сіздердің аптекаларыңыз қандай? Сіздер де бөлісіп айтып отырыңыздар аптекаларыңызды. Біздің аптекамыз осындай керемет, қараңыздар, қандай суперский. Мен қазір как раз завтрактан кейін таңғы истоки чистотыды ішіп алайын. Міне мынандай күннің суреті бар, мінекей. Бұл таңертеңгі 2 капсула. Қазір мен ішетінім. Содан кейін дене на клеточном уровне тазарып жатқан кезде міндетті түрде антиоксидантты қорғанышы болу керек. Мінекей мынау антиоксидантты қорғанышы. Жасылдан біреу ішем, мінекей. Ал кешке қарай тура осы жасылдан біреу ішем. Сосын мінекей айдың суреті тұрған, мінекей кешкілігін 2 ішем. Қараңыздар қандай күшті. Келесі видеоларда мен балаларыма не беріп жатқаны жайында түсіретін болам. Одан кейін өзімнің бет күтімім жайында түсіретін болам. Қараңыздар, мінекей менде бірде бір әжім жоқ, бетімде ешқандай дефект жоқ, міне.
бетімдегі дақтарды, угрыларды, порыларды қалай кетіргенім жайында айтатын боламын келесі видеоларда. Так что маған подписка жасап алыңыздар. Егер толық ақпарат білгілеріңіз келсе, осы видеоның астындағы номерге хабарлассаңыздар болады. WhatsApp'та мен өзім жауап беремін. Бай қуатты болыңыздар.